Сәлем аруларым, осындай сочный дәмі тіл үйіретін котлет жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Балдарыңыз міндетті түрде таласып тұрып жеп қоятын болады. Бізге керекті заттар: 2 килограмм картошка пюреге, жарты килограмм тартылған ет, жартыдай нан. Нанымызды суға жібітіп аламыз. 1 тал жұмыртқа, 1 тал сәбіз, 2 тал пияз, керегінше бұрыш, керегінше тұз саламыз. Енді тысымызды алып, етімізді салып аламыз. 1 тал пиязымызды жақсылап турап аламыз, сақтап. Негізі мясорубкадан да өткізуге болады еттен соң. Мен осылай жақсылап турап алдым. Етімізге саламыз. 1 тал жұмыртқамызды жағамыз. Сосын нанымызды суынан сырғытып аламыз. Суынан сығып етімізге саламыз. Мінекей салып алдық. Тұзымызды саламыз керегінше. Керегінше бұрышымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді домалақтап бір ыдысымызға котлетімізді жасаймыз. Домалақтап әдемілеп жасап алдық. Майымызды алдын ала қыздырып қойдық, уақыт кетпеу үшін. Ұнға бір ыдысқа ұн алып, котлетімізді малып аламыз. Котлетімізді ұнға малып, осылай қызып тұрған майға котлетімізді біртіндеп саламыз. Екі жағында бірдей қызартып аламыз. Қызартып. Мінекей дайын болып қалды котлетіміз. Котлетімізді алып қойып, сосын мантоваркада тағы 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Картошкамызды турап алдық. Енді үстіне су құйып қайнатып аламыз. Мінекей қайнап шықты картошкамыз. Енді үстіне мантоварканы қойып, котлетімізді пісіріп аламыз. Тағы да 15 минуттай тұру керек. Енді бір сковородкаға қызып тұрған майымызға пиязымызды, 1 тал пияз, 1 тал сәбізді өткіштен өткізіп, жақсылап бәрін араластырамыз. Сосын керегінше тұз, 1 қасық томат, барлығын тағы да жақсылап араластырып, кішкене қуырамыз. Осылай араластырып тұрамыз. Енді 1 қасық ұн салып, тағы да бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымыз бізге түсін әдемілеу үшін өзде қою болып шығады соусымыз. Сосын дәмді болып піседі. Бәрін жақсылап араластырып, су құямыз. Су құйып, бұны да 15 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей жақсылап бәрін араластырып қойдық. Соусымыз дайын болды. Барлық заттарымыз дайын болды. Пюремізге 50 граммдай май салып, жақсылап езіп аламыз езгішпен. Мінекей езіп алдық. Енді бір ыдысымызға пюреміз салып, үстіне соус құйып шығамыз. Соусымызды әдемілеп, біртіндеп құямыз. Соусымызды көрдіңіздер ме? Түсі өте әдемі болып шықты. Үстінен котлетімізді теріп шығамыз. Жанына қойып шығамыз котлетімізді әдемілеп, әрлеп. Мінекей котлетімізде дайын болды. Сочный болып, жұмсақ болып пісті. Үстіне зелень қойып, мінекей дайын болды. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Асыңыз дәмді болсын.